Баршаңызға сәлем. Бүгін біз ауызда еритін черепаха тортын жасаймыз. Оның құрамына жұмыртқа, қант, оның қосылады. Бірінші жұмыртқамды мен көпіртіп араластырып аламын. Содан кейін қантымды аздап қосып отырамын. Бұл жұмыртқа мен қанттың қосындысы араластырғаннан кейін көлемі 3 есеге ұлғаяды. Видеодан көргендеріңіздей қантымды қосып араластырып жатырмын. Енді кезекте мен ұнды қосамын. Ұнды қоспас бұрын бірінші илегіштен өткізіп аласыздар. Содан кейін арнайы осындай венчикпен ыңғайлы. Егер де бұндай венчик болмаса, онда шанышқымен де араластыруға болады. Мінекей, осы венчикпен араластырғанда бір қалыпты оң жаққа қарай араластырып жатырмын. Тек қана сол бір қалыпты етіп араластырып отыру керек. Егер де венчикпен оңға, солға етіп араластырсаңыздар, онда бұл қоспамыздың көлемі басылып қалады. Арнайы дайындап қойған пергаменттің үстіне бір ас қасықтап, кезекпен кезек осылай салып отырамын. Мінекей, мен бәрінде салып болып қалдым. Енді духовкамызда 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Бұл торттың ерекшелігі құрамына қопсытқыш ас содасын қоспайсыздар. Духовкада пісіп шыққан корждарымызды ыстық кезінде тез-тез пергаменттен ажыратып аламын. Қалған қоспаларымызды да осылай духовкада 2-ші, 3-ші, 4-ші рет пісіріп аламыз. Сосын тарелкамызға салып, суытып қоямыз. Тарелкамда корждар суығанша мен кремді жасаймын. Бұл кремге біз творожный сыр, сливки істеп әуре болмаймыз. Кәдімгідей родина қаймағының 20-30% болса жеткілікті, және де қант болса болды. Енді қаймағымыз бен қантты қосып кремімізді араластырамыз. Маған ең қызығы осы тортқа қанша теңге кететін калькуляциясын шығарып көрдім. Бар жоғы 1820 теңге ғана шығын шығады екен. Ал енді осыны үйде жасасаңыздар, үйдегі жас балалар кішкентай бүлдіршіндер емес, сонымен қатар үйдегі ата-апаларымызға да өте ұнайды екен. Енді тортымызды жинағанда мен үйдегі кішкентай балалар болмағандықтан жай қарапайым ретінде осындай жинай салдым. Егер де сіздерде үйлеріңізде кішкентай бүлдіршіндер болатын болса, онда аяғын, қолын, тасбақаның басын салып әсемдесеңіздер болады. Осы торттардың ішінде жинау тәсілі ең оңайы осы черепаха торты. Сондықтан да менімен бірге қазірден бастап бүгінгі ауыз ашарға пісіруді қолға алыңыз. Егер де үйлеріңізде кішкентай бүлдіршіндер болып, осы торттың дәмін ауыз тиіп жатса, онда олар 2-ші рет сіздерден тағы да пісіріп беруіңізді сұрайды. Мен де тортымды жинақтап бітуге таяу қалдым. Енді үстін біз қалай әсемдейміз? Әркім өз қалауынша, біреулер құлпынаймен, біреулер қара шоколадты үкіштен өткізген түрімен әсемдейді. Ал мен бүгін қара шоколадты ыстық суға ертіп, үстінен жолақ-жолақ етіп әсемдеймін. Осы тортты жасап жеп көргенде дәмі ұнап жатса, онда маған лайк басып, комментарияңызды жазып, менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Біз де тортымызды аяқтап қалдық. Қалған креммен жетпей қалған жерлері, қолының тиіп кеткен жерлеріне жағып-жағып қоямыз. Соңғы этап шоколадпен әсемдеу. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын.